Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Адамнан шығатын жағымсыз иісті тек гигиеналық проблема ретінде қабылдаймыз. Айтыңызшы, сіз жиі жуынып, дезодорантты қолданасыз ба? Ал егер осы денедегі иіс қауіпті аурулардың белгісі болса ше? Бүгін біз сіздің өміріңізді сақтап қалу үшін ерекше маңызды ақпарат айтатын боламыз. Бұл бейнені соңына дейін көріп, қандай жағдайларда дереу дәрігерге қаралу керектігін және де дененің иісі қандай да бір аурулардың белгісі екенін білетін боласыз. Иіс туралы не білеміз? Әр адамның өзіне тән иісі болады деп жатамыз. Әркімнің саусақ таңбасы әртүрлі болатын сияқты, әркімнің өзінің тиесілі иісі болса керек. Ол иісті ең қымбат әтір де кетіре алмайды деседі. Әр адамның иісі тек өзіне тән микрофлоралы мен одан бөлінетін заттардан құралады. Тері мен шырышты қабаттарда тіршілік ететін бактерияларды, май, тері және тағы да басқа бездерден бөлінетін заттарды ыдыратып, адам иісін түзетін заттарды өндіреді. Егер адамның 12 мүшесі сау болса, оның иісі де сол секілді жағымды болады. Денсаулығында ақауы бар адамның иісі сәйкесінше жағымсыз болады. Бірақ ол өзіне емес, айналасындағы адамдарға білінеді. Күйзеліске түсіп, дұрыс тамақтанбау асқазанға зиян келтіріп, бауыр мен бүйректі құртады. Ал терінің иісі дәл осы мүшелерге әбден байланысты. Шаштың табиғи иісі де адамның денсаулығынан хабар береді. Шаш өздігінен иіс шығара алмайды. Иісті бөлетін шаштың терісі, яғни адамның иісі, одан шығатын тердің иісі. Адам көп жерде тұрғанда, мысалы, автобус, метро ішінде иістің сан түрін сеземіз. Гигиенаны сақтап күтінбеу бір бөлекте, ал ішкі құрылысының ақауынан жағымсыз иіс шығару бір бөлек нәрсе. Сондықтан жағымсыз иіске мұрнымызды тыржитпай, бір-бірімізге түсіністікпен қарағанымыз жөн болар. Ғалымдар адамның иісі мен тамақтануына байланысты деп отыр. Парфюмерияның түрі сау емес ағзаның әсерінен тері бөлетін жағымсыз иістерді уақытша жоюға қауқарлы. Бірақ тыныстағанда шығатын жағымсыз иісті құртатын парфюмерия әлі де жоқ. Сөйлеген кезде ауыздан жағымсыз иіс шықса, ол да іш құрылысында тісте ақау бар екенін білдіреді. Сағыздың көмегі аз. Сондықтан ауыздан шығатын жағымсыз иістің негізгі себептерін анықтап алу қажет. Емдеудің қарапайым тәсілі мынау: күніне тісті 2 рет шайып тұру, тамақтан соң ауызды шаю. Денеден шығатын иістерге тоқталсақ. Ащы, сасық тер иісі. Өмірдің белгілі бір кезеңдерінде тіпті сау адамның өзі әдеттегіден қатты терлеп, одан сасық иіс шығуы мүмкін. Бұл жағдай енді өсіп, жыныстық жетілу кезеңінен өтіп жатқан жасөспірімдер де және етеккі үзілісінде жүрген әйелдерде де болады. Бұл жағдай тершеңдік, гормондық фонның өзгеруі салдарынан орын алады. Ал басқа кезде де дәл осындай қатты, сасық тер иіс шығатын болса, онда денсаулықта мәселе бар деген белгінің бірі. Бірден шығатын қатты иіс қалқанша безі ауруынан хабар береді. Мұндай кезде әсіресе қолтық пен сыртқы жыныс ағзаларынан қатты сасық иіс шығып тұрады. Келесі, қой жүніне ұқсас тер иісі. Бүйрек безі ауруына шалдыққан жандардың денесінен қой жүнінен шығатын иіске ұқсас иіс шығып тұрады. Ацетон иісі. Егер денеден ацетонға ұқсас иіс шығатын болса, онда ол бауыр ауруынан, эндокринді бұзылыстардан, көмірсу жетіспеушілігі немесе вирус жұққанның көрінісі. Алайда денеден ацетон иісінің шығуы көп жағдайда қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарда болады. Сіркесу иісі. Егер адам қатты терлеп, әрі сол сіркесуі секілді иіс бөлсе, онда ол инфекциялық қабыну аурулары мен В және Д дәрумендерінің жетіспеушілігінен көрінісі. Ал егер осы бір түрлі иіске жөтел мен температураның жоғарылауы және әлсіздік қосылса, онда ол өкпе ауруы, туберкулездің басталғаны туралы хабар береді. Зәрдің иісі. Адам денесінен зәрдің иісі шығып тұрса, демек бүйрек дұрыс жұмыс жасамайды, ауруға шалдыққан деген сөз. Қанда жиналған азотты шлак зәр иісін бөледі. Әсел иісі. Тәтті әселге ұқсас тер иісі бұл ағзаға берілген дабылды ескерту. Иістің бұлай өзгеруі ағзада өте қауіпті инфекцияның бірі синегной таяқшасын пайда болуының көрінісі. Бұл инфекция тыныс жолдары, құлақ аурулары, іріңді процесс пен менингиттің өршуіне себеп болуы мүмкін. Ауыздан шығатын жағымсыз иіс бұл ауыз қуысы гигиенасының сақталмауынан,
бактериалды инфекциядан тіс жегі ауруының орын алуы мүмкін. Алайда кейде үнемі тісті тазалап жүрсең де, антибиотиктермен емделіп тіс жегі ауруынан құтылсаң да сасық иістің кетпеуі мүмкін. Мұндай кезде оның қандай иіске ұқсайтынына назар аудару керек. Шіріген және тәтті иіс. Бұл бауыр жетіспеушілігі белгісі болуы мүмкін. Егер ауыздан қышқыл тәтті иіс шықса, онда ол бүйректің дұрыс жасамайтынын білдіреді. Ал шіріген қырыққабат иісі асқазан бактерия түскендігін белгісі. Ауыздан шығатын шіріген, тұрып қалған көкөніс иісіне асқазан қыжылы, ауыз қуысында жағымсыз дәм қосылса, бұл асқазан ауруы мәселесі. Сонымен қатар мұндай шіріген иіспен ауру қатар жүреді. Дәрігерге қаралып, асқазан жарасы 12 елі ішек ауруының тексерілген жөн. Интимді аймақтан шығатын иіс. Бұл жақтан шығатын жағымсыз иістер денеде денсаулық мәселесіне назар аудару керектігін білдіреді. Әйелдер үшін интимді аймақтан шығатын қорқынышты иістердің бірі бұзылған балық иісі. Бұл қынапқа инфекция түскендігінің белгісі. Ал мұндай инфекциядан тек қана дәрігердің емі арқылы ғана құтылуға болады. Тағы бір қауіпті белгі ол ашытқының иісі. Мұндай иістің шығуы зең ауруымен ауыратындар да шығады. Интимді аймақтан шығатын бұл иісті елеусіз қалдыруға болмайды. Мұның соңы созылмалы тері ауруына, тіпті кейде онкологиялық ауруларға ұласып жатады. Аяқтан шығатын сасық иіс. Дені сау, үнемі таза жүретін, дұрыс аяқ киім мен синтетикасы аз шылық киетін жанның аяғынан сасық иіс шықпау керек. Ал егер бұл жағдайдың барлығы сақталған күнде де аяқ саситын болса, демек дерматолог дәрігерге көріну қажет. Себебі бұл жағдайда аяқ зеңі ауруының белгісі. Үлкен дәрет иісі. Үлкен дәреттің өз иісі де жағымды емес. Дегенмен ол қышқыл, ащы иісті болса және оған үнемі іштің кебуі қосылса, онда ағзада сүт қантын, яғни лактоза көтере алмаушылық бар. Бұл деген ағза сүт қантын өте аз сіңіреді, ас қорыту жүйесі дұрыс жұмыс жасамайды, сондықтан қорытылмаған сүт өнімдері ішек ішінде ашып газ түзіледі. Сондай-ақ пневмония болған адамнан күйген еттің иісі шығады екен. Мысық иісі. Бүйрек ауруы мәселесі адам денесіне мысықтың иісінің шығуына алып келеді. Бұл несеп шығару жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі салдарынан орын алады. Несеп нәр қанға жиналып, тері арқылы шығады. Сондай-ақ мысық иісі туберкулез ауруында, семіздікте, ас қорыту жүйесінің ауруында да шығуы мүмкін. Оның иісінің ащылығы соншалық ешқандай әтірсу баса алмайды. Халық арасында адамның иісі оның мінезіне байланысты деген түсінік бар. Кішкентай бөбектің, жас адам мен кәрі кісінің иістері өзгешеленіп тұратынын байқаймыз. Адамның иісінен жан дүниенің тазалығы сезіледі дейді халық даналығы. Бұл сөздің шын не өтірік екенін сіздің таразыңызға қалдырдық. Біздің айтарымыз дұрыс тамақтанып, денсаулығыңызға мән беріп, өз-өзіңіздің киіміңіздің тазалығына мұқият болсаңыз болғаны. Ақпаратым пайдалы болса, қазақша каналды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.